Таразда оқушылар мектепке жету үшін молалардың ортасымен жүруге мәжбүр. Өйткені қалаға қатынайтын автобус 20 жылдан бері жүрмейді. Осылай деген шаһар шетіндегі тек тұрмас үйіні тұрғындары қоғамдық көлікке жете алмай жүр. Салдарынан оқушылар 7 шақырым жолды жаяу жүреді. Қоғамдық көлік мәселесі қашан шешіледі? Данияр Әлімқұл анықтап көрді. Тараз қаласының іргесіндегі шағын аудан халқы қалаға қатынау үшін жеке көлікпен жүреді, не такси тоқтатады. Ал көрші аудандағы 2 мектепке жету үшін оқушылардың бір бөлігі 2, жартысы 7 шақырым жаяу жүреді. Ал жол жиегін қорымдар қоршап жатқандықтан балалар күнде кешкісін үрей үстінде қайтады. Машина бұзылып қалса амал жоқ, бұл көршілерге өтініш айтамыз, жаяу арқылы барамыз. Балаларымыздың бәрі жаурап, дірілдеп, мына алдымызда қыс келе жатыр. Жаяу келіп, жаяу барады мектепке. Тек қана такси ғана жүреді, болды. Ал қала билігі тек тұрмас шағын аудан тұрғындары үшін 3 жыл бұрын бір автобусты бекітіпті. Бірақ елді қуантқан автобус 2 аптадан кейін тоқтап қалады. Өйткені адам саны аз болып, жол ақыны ақтамапты. Енді 1 аптадан кейін қайта қолға алмақ. Тасымалдаушы мекемемен бүгінгі таңда келісім жасалды. Алдағы уақытта 1 аптаның төңірегінде аталған ауылға қоғамдық көлік қатынасы орнатылатын болады. 20 жыл бойы тұрақты тасымал қызметі қолға алынбаған айтқан ауылдықтар автобус 1 аптада беріледі дегенге күмәнмен қарап отыр. Данияр Әлімқұл, Айбат, жаңалықтар қызметі.